Жөтел тудыратын аурулардың бірі көкжөтел. Көкжөтел кезінде балалар қалай жөтеледі және ол қанша уақытқа дейін созылуы мүмкін? Көкжөтелден қалай құтыламыз, емі қандай? Және де ол асқынса қандай ауруларға алып келуі мүмкін? Оның алдын алу жолы бар ма деген сияқты сұрақтарға бүгінгі видеода жауап беретін боламыз. Дәл қазір видеода балалардың көкжөтел кезінде қандай симптомдармен көрініс беретіндігін бірге қарап көрейік. Okay, it's okay. Okay, take a bath now, honey. Come on. Almost there. Көкжөтелдің себебі грамтерис аэробты бардотелла бактериясы. Әдетте бұл кәдімгі катаральды белгілерден басталады. Қарапайым мысалға мұрын су ағады, дене қызуы жоғарылау, түшкіру, жас ағу деген сияқты көбісі ойлауы мүмкін бұл жай ғана тұмау деп. Бірақ бұл кезең 3-12 күнге созылады, жөтел одан сайын күшейе береді. Бұл жөтел ұстамалы түрде аяқ астынан басталады, көбінесе түнге қарай күшейе береді, түнде де тоқтаусыз бала жөтеледі. Және де бала қорқады, тоқтаусыз жөтел пайда болғанда тілі алдына шығып тұрған сияқты болып құс-құсы келіп жөтеледі. Аты айтып тұрғандай көк, яғни көк жөтел деп тұр ғой, сол сияқты көгергенше бала қызарғанша жөтеле бастайды. Тоқтаған кезде терең түрде ысқырықты дем алады. Бұны яғни біз реприз деп атаймыз. Және де бала жаңа құс-құсы келіп жөтелгеннен кейін бала әлсіреп қалады. Және де біз ескеретін нәрсе, көбісі бастапқы кезде острый бронхит деген диагноз қою мүмкін. Яғни ол острый бронхит бұл риновирустардың пайда болуы, яғни вирус негізгі тудырушысы, және де ол максимум 21 күнге дейін, яғни 3 аптаға дейін ғана ауырады. Одан соң ол бала жазылып кетеді, жөтелі де тоқтайды. Ал бұл көкжөтел ұзақ уақыт жүреді, яғни минимум 100 күннен басталып максимум 6 айға дейін жүре беруі мүмкін. Яғни ұзақ уақыт жөтел кетпейді. Ал енді еміне келетін болсақ, негізгі оның тудырушысы бактерия болғандықтан біз антибиотик беретін боламыз. Және де оны антибиотик қандай беру керектігін дәрігер өзі баланың жасына, салмағына байланысты, және де антибиотикке сезімталдығы қандай, резистенттік қандай, оның барлығын анықтап беретін болады. Сосын жөтелге қарсы препараттар, егер де балада хрип болатын болса, ингаляциялар беріледі арнайы. Қажет болған жағдайда, егер балада тыныс жетіспеушілік анықталатын болса, ИВЛ, яғни біз кислород беруіміз керек. Егер бұл ауруды дұрыс емдемей асқындырып алатын болсақ, апноя, яғни тынысың тоқтап қалулары, екіншілік бактериялық инфекцияның қосарлануы, және де орталық жүйесінің бұзылып, тіл асты жүгеншегі үзіліп кетуі мүмкін. Бұл аурудың алдын алудың жолы тек қана вакцинация, яғни бізде АКДС деген вакцина бар. Бұл біріктірілген, яғни 3 әріпті айтатын болса, К деген коклюш, Д дифтерия, С деген сіреспе. Бұл үшеуі де қауіпті инфекция болып саналады. Осыған қарсы түрде вакцинаны 2 айында, баланың 3 айында, 4 айында және де 18 айында салынып отырады. Жалпы кез келген вакцинаны бізде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы арнайы күнтізбемен қай айда, қай жаста вакцина алу керектігін арнайы күнтізбе қылып жасап қойған. Соны біз уақытылы алып отыратын болсақ, біз баланың денсаулығын сақтайтын боламыз, яғни аурулардан оңай түрде жазылуына, иммунитеті мықты болуына балаға көмектесеміз.